Бельгия астанасы Брюссельде лаңкестік қауіпке байланысты дәстүрлі жаңа жылдық отшашу болмайды. Елдің ішкі істер министрлігінің кеңес етуімен қала әкімшілігі осындай шешім қабылдаған. Бұл хабарды естіген қала қонақтарының ойы екіге бөлінген сыңайлы. Отшашудың болмайтынын енді біліп тұрмын. Аздап көңілім түсіп қалды. Билік өкілдері бұл ойларынан айнып жатса керемет болар еді. Әрине, бұл жаңалық мені таңғалдырды. Десе де қала басшылығы мұндайға қандай да бір себеппен барды деп ойлаймын. Халықтың қауіпсіздігі үшін алаңдап, осындай шешім қабылданған болар. Айта кетейік, сейсенбі күні Бельгия прокуратурасы жаңа жыл қарсаңында Брюссельде шабуылдар жасауды жоспарлаған 2 күдіктінің ұсталғанын хабарлаған болатын. Ал осыдан бір апта бұрын Париждегі лаңкестіктерге қатысы бар 9 күдіктіні қамауға алды. Қанды шабуылдың басты ұйымдастырушысы Салах Абдеслам әлі күнге дейін табылған жоқ. Франция астанасында болған бұл оқиғадан кейін Бельгияның барлық аймақтарында қауіпсіздік шаралары күшейтілген. Халық көп жиналатын орындарда полиция мен әскерилер кезекшілік етуде.